Қазақтың маңдайына біткен бір туар перзенті, алаш арасы Міржақып Дулатұлының 140 жылдығына орай Бидайық ауылына қош келдіңіздер. Бұл күн қазақ руханияты үшін тағылым мен тағзымның тұғырлы күні. Бүгін біз Міржақыптай ұлы тұлғаның елі үшін еткен еңбегін еске алып, артында қалған асыл мұрасын тағы бір зерделеп, рухына тағзым етеміз. Олай болса, алғашқы құттықтау сөз Жангелдин ауданының әкімі Бидашев Дінмұхамбет Серікұлына беріледі. Құрметті зиялы қауым, ардақты ағайын, қазақ руханиятының ірі тұлғасы, алаш ардақтысы, атақты жерлесіміз Міржақып Дулатұлының мәңгілік мекендеген қасиетті жерінде бас қосып отырмыз. Ұлт тарихында асыл мұра қалдырған ірі тұлғаның есімін дәріптеу әр қазақтың перзенттік парызы, қасиетті борышымыз. Міржақып Дулатұлының асыл мұрасын насихаттау мен есімін ұлықтауда мемлекет тарапынан үлкен көңіл бөлініп келеді. Биылғы жылы Міржақып Дулатұлының мұражайына жөндеу жұмыстары жүргізіліп, ішкі жәдігерлеріне реэкспозиция жүргізілді. Сонымен қатар ұрпақтарының ұйымдастыруымен, осы жердегі азаматтардың ауызбіршілігімен республикалық маңызы бар қасиетті мекендер тізіліміне енгізілген Міржақып атамыздың кесенесіне жөндеу жұмыстары жүргізіліп, сыртқы бейнесі жаңартылды. Бұл әрине мемлекет тарапынан осы Міржақып Дулатұлы атамыздың 100 жылына деген жасалып жатқан ірі қадамдардың нақты бейнесі, нақты дәлелі. Әрине бұл бір ғана мемлекеттің ғана жұмысы емес, осы жердегі азаматтардың ұйымдастыруымен осы қасиетті нысанды абаттандыру жұмыстарына, осы мекеннің әр елді мекеннің абаттандыру жұмыстарына, көгалдандыру жұмыстарына, жарықтандыру жұмыстарына азаматтардың ауызбіршілігі мен қол көмегі көп болды. Сол себептен осы атамыздың биылғы 100 жылдығына бағытталған іс-шаралардың басында жүрген ел жанды азаматтарға алғысымды білдіремін. Оның ішінде ерекше атап кеткім келеді, осы атамыз мекендеген кесененің жаңғырту жұмыстарына ұрпақтары, оның ішінде Бақберген Қасымұлы Өтеулин ағамыз өте үлкен көмек жасады. Отбасына, осы атамыздың ұрпақтарына алғыс білдіреміз. Құрметті ағайын, көптен күткен үлкен той, негізгі іс-шаралар осы Бидайық ауылында басталады. Сонымен қатар Торғай ауылында атамызға арналған конференция, басқа да мәдени көпшілік спорттық іс-шаралар өтеді. Соған баршаңызды қатысуға шақырамыз. Рахмет. Рахмет. Келесі құттықтау сөз Жангелдин ауданының құрметті азаматы, ғалым Орман ғылыми инновациялық институтының директоры Байзақов Сәби Байзақұлына беріледі. Қадірлі қауым, жан-жақтан жиналған Қазақстан азаматтары, келген қонақтар, біз Міржақып Дулатұлының 140 жылдығына жиналып отырмыз. Міржақып білесіздер. Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы ойдағыдай өтпегеннен кейін біздің халық, бүкіл Торғай елі, Торғай өңірі, оның сыртында жан-жаққа тарап кеткен торғайлықтардың бәрі осы шараны көптен күтті. Құдайға шүкір, шара жақсы жүріп жатыр. Облыста 140 жылдыққа 140 шара деген девизбенен жақсы сондай ұйымдастыру жұмыстары жүрді. Оның ішінде біздің Қайсар Әлемов жазушы менен менің екеуміз облыстың әкіміне жазған хатымызда
ұсыныстарымыз да біраз орындалып, соған біздің де көңіліміз марқайып келдік. Мынау Қызбелді өздеріңіз көрген шығарсыздар. Осы бидайықты едәуір жақсы сондай қызмет жұмыстар жасалған екен. Біз мынау жергілікті Жангелдин ауданының, көрші Амангелді ауданының, облыстың әкімдеріне, қызметшілеріне көп алғысымыз зор. Ал енді Міржақып деген кісіні білесіздер, жазушылығы бар, ақындығы бар, оның сыртында күрескерлігі бар. Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейхановпен жүргенде ол кісілердің көсем сөздің бірін айтқан осы біздің Міржақып. Ол сөз мергені болған кісі. Ерекше сондай қабілеті болған, мысы болған үш қазақ қайраткерінің Алаш жолындағы үлкен күрескері. Айта кету керек, 43 жас қана өмір сүрді жақсы. Одан кейін 28 жылдардан бастап қуғынға түсіп, алысқа жер аударылып, сондай адам төзгісіз керемет қиындықтарды басынан кешірді. Сол алыста жүріп, 35 жылы қайтыс болған фельдшер болып істеген сол жерде бір курстардан өтіп, соны мынау біздің азаматтарымыз барып алып келіп, осы жерде жерлеп еді. Ол кезде бидайық керемет бір өркендеп тұрған совхозымыз еді. Бірақ нарықтан кейін сондай бір өзгерістер болып, жалғыз 60 жыл далада жалғыз жатқан қайраткеріміз, көсеміміз 30 жыл далада жатып қалды жалғыз. Осыны мен ойлаймын, егер біздің жетекшілеріміз, республика басқарушылар, азаматтар ойласып, бір Астанада үлкен бір Алаш орталығын танымдық, тарихилық ашып, үлкен бір алаштарға құрмет жасап, сондай бір орталық ашылса деген бір ұсыныс осы жерде ойға келіп тұр. Ал енді тойымыз жақсы өтсін. Елден, әр жерден, міне мен Гүлнар апаймен 18-19 жыл бірге араластым, дәмдес болдым. Гүлнар апай Міржақыптың қызы, білесіздер, 97 жасқа келді ме? 98 жасқа келіп қайтты. Ешбір адамға, не қоғамға қарсылық жасап, лағнет айтпаған адам еді. Ешкімге ешқандай өкпесіз, керемет сондай бір жайсаң, әкесіне тартқан. Ерекше, егер Міржақып Дулатов оян қазақ десе, апамыз оны жалғастырып, ойлан қазақ деген сөз айтқан. 2 томдық тарихи құнды сөз жазып, роман 2 кітап жазып кеткен апамыз. Ол кісінің де рухы риза болсын. Ол кісі де торғайлықпын деп кетті, Орынборда туса да. Сондықтан тойымыз елге құт болсын, шарапатты болсын. Мынау Міржақыппенен біздің осы жерде, осы Торғай өңірінде туған Ахмет Байтұрсыновтың рухы бізге риза болсын. Құттықтау сөз Алаш арысы Міржақып Дулатұлының ұрпағы Сатыбалдиев Нұрлан Әбенұлына беріледі. Құрметті ағайын, мен Міржақып Дулатовтың ұрпақтарынан сіздерге, сіздің Торғай еліне алғыс айтқым келеді. Сіздер болмаса, осындай біздің атамыздың атын, рухын ұлықтау болмайтын еді. Оны біз бәріміз түсінеміз. Сіздердің алдарыңызда бас иеміз. Рахмет, аман есен болыңыздар. Осы Торғай дамай берсін, гүлдей берсін. Туған
адамдар осындайға аман есен болып болсын. Ал енді біздің ұрпақтарымыз Гүлнар Дулатованың балалары түгел осында өтеміз келдік. Сіздерге үлкен ризашылығымызды айтып келдік. Рахмет сіздерге. Құрметті жерлестер және қадірлі қонақтар, алаш ардақтысы Міржақып Дулатұлы өзінің кіндік қаны тамған қасиетті топырақта мәңгі тыныстап жатыр. Бабамыздың рухына тағзым етіп, Құран бағыштау үшін баршаңызды күмбезді кесенеге қарай өтулеріңізді сұраймыз. Мира, здравствуй. Здравствуй. Damgi var. Францияда, Жапонияда, Айжақ жақта, Албанияда Sa
Өлкен топ қызда, өлкен топ қайдада. Ей, Ayналдым жанарсылай иықтылдан, көңілім шықпай жатып күйіп тұрған. Бағана осы айтыс басталғанда халық алаңға әрең сыйып тұрған. Жүріс тұрыс көбейіп кетіпті ғой, басымызды бұл тойға жиып тұрған. Ағайын аман есен келдіңдер ме, алтындай уақытын
жиып тұрған, бізге де бір қол соғып қоймайсың ба, қонақпыз құшағыңа сыйып тұрған. Торғайдың жігіттері атағы облыстардан биік тұрған. Қырылдықтың тоқтықтан, бір аштықтан бұл қазақ талай көзін жылап сыққан. Аспанбектің қасынан шықтым дейсің, ол рас мына сені кім ақ шыққан. Әрине ағалардың қолдауы ғой, бір өзеннен қаншама бұлақ шыққан. Аспанбекпен шығуым бақыт емес, өнерім жүрсе дағы ұнап сырттан. Сен одан да айтсаңшы Міржақыпты, қазақтың аспанына күн ат шыққан. Алақандай ауылда туылса да, Әлиханның жанынан бір-ақ шыққан. Келсең де қарағанды дейді елден, неге сенің көңіліңді күйкі көмген? Арқаның ұлдарының бәрі мықты, неге сенің сөздерің шикі келген? Аяғымыз келмейді деп аспан жақтан, мені бөлмей-ақ қойшы бүйтіп елден. Ағамның жағасына жармаспасын, өшер елдің басар деп итігердің. Кімменен айтыссаң да қорықпағын, қазақты жау жеңбеген, ұйқы жеңген. Міржақып Ахметтердің жалғас едік, сескенбеген Сталин кейтілерден. Ал сен маған шашыңды алыпты деп, жандармен шатастырмас сиқыр өрген. Шаш деген ол өседі алынады, менің өзгеше емес сиқы менден. Қазақтың бақыт үшін шашты гүлі, басында бере салған кикі берген. Қасқырда қарсы шауып ұрынбаған, астында тобы шағат пырылдаған. Жеріне қан торғайдың қадам бастық, жетіде өлең оқып сыбырлаған. Дүниеге шақшы ұстайтын бір ұл кетсе, шақшақтай болады деп ырымдаған. Маңдайына Міржақып симай кеткен, маңдала шерден ылғи мұңылмаған. Түркінің тасқа басқан таңбасындай, алаш үшін жазылды ғұмырнамаң. Үсіткен аяқ аязында Будырканың күшіктен болған дейді күнің жаман. Бермеген қазағымның өр намысын, Берия деген итке арылдаған. Төсіне пушка тіреп тұрса дағы, төсегінің астына тығылмаған. 37-де кеткен арыстардың жұмбағын жасыруда жұмыр қалам. Амансың ба қазақтың қан торғайы, Ахметтің жүрегіндей шырылдағаны. Алаштың болса екен деп көші нұрлы, арыстар сайтанды да досы қылды. Біз білмес қанша таулар көшірілді, бізді білмес қанша тарих өшірілді. Арыстарды өлтірген біз едік деп, кезінде талай надан көзін ұрды. Алақаннан түсірме қан торғайым, Міржақып Ахметтейін қосылыңды. Айдаһар мен аюды дірілдеткен, торғай деп неге қойған есіміңді? Қыдыр өзі тербетіп бесігіңді, Құдай арттыра берсін есіміңді. Алағайын ұлы той құтты болсын, бүгінгі келген тойдың көші нұрлы.
Міржақыптың бір тойын тойлаймыз деп 90 жыл күтіп біз ғой осы күнді. Батырдың қара тасты көзеліткен, ақынның қарашаны сөз еніткен. Домбырамның даусынан діреттің ғой, қамыстың сылдырынан көже күріккен. Жанарыс қарсылас боп шығып алып, ағаңа ақ найзаңды кезеніп бең. Ақсың қардай саңғайын деп келгенде, аяғыма жармастау шөже біткен. Қиюы жоқ жалғанға таң қаламын, қасқырлардың соңынан қоз еріткен. Жанарыспен айтысу болып еді, Міржақыптың тойынан неше күткен. Аспанбекке қарсыласын алмайға, сені шығарыпты ғой резервтен. 16. Ал мықты болыңдар, мықты бол. 10 секунд уақыт қалды. Уақыт төреші. Есеп ашылған жоқ. Мына жерде енді салмақты өлшейтін боламыз. Екі палуан осы түрінде ешшекте шешілмейді. Бір-бірден келесіздер. Мына жерге жақындайсыздар. Бірінші Еламан, Төрехан келе ғой айналайын. Взвешивание Төрехан ұлдарыңыз. Қошемет соғып қойыңыздар. Салмақ өлшеу рәсімі пресс-конференция. Болды. Келіске салмақ өлшеу. Төрехан 59 келі, Ержан бауырымыз 57 келі, Көкбелдіктегі Қарағанды облысы спортшысы келіске жетті. Дайындаламыз. Міржақып Дулатов атамыздың 140 жылды мерейтойына арналған Арқан тартыстан финалдық бәсеке. Бірінші Амангелді ауданының қызы қошеметтеп қойды. Асықпыш, Ұлытаудан келген командаға қосып. Ал енді Ұлытау жіберем. Жібер. Тоқта. 1, 2, 3. Arka жетtim. Ауысамыз командалар. Тоқтанды. Артқа.
командалар. Арқанды аламыз. Амангелді ауданы Батпаққара командасы. Ұлытау командасы Арқанды аламыз. Болды, уақыт. Тараптан. Амангелді келдер айналып. Команда бірінші Ұлытау жеңіске жетті. Амангелді команда аламыз. Дайындаламыз. Ұлытау командасы. Братан. Финал жібереміз, братан. Характер көрсетті. Жігіттер, якір көрсет. Микрофон. Дайындаламыз. Чемпион Мыржақып Дулатов атамыздың тойында Арқан тартыстан бірінші орынға ие болған Ұлытау командасы, екінші орынға ие болған Батпаққара командасы, үшінші орынға ие болған Тауыш командасы Жангелді ауданы, төртінші орынға ие болған Қарабалық ауданы Оян Қазақ.